Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн болсын құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Корей халқы ұсынған чимчимнің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, егер де чимчимнің ең сәтті шығатын рецептін таппай жүрсеңіз, мына видео сізге арналады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, мен ұсынған рецептпен чимчимді дайындап көріңіз. Ингредиент мөлшерлердің барлығын описание бөліміне толықтай жазып кетемін. Ең алдымен 2 литрлік банкамызға жылы суымызды құйып, 200 грамм тұзымызды өлшеп, тұзымызды жылы суға салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан соң корейский капустамыздың сыртын ашып, жақсылап жуып алып, енді пышақтың көмегімен әрбір қабатын ажыратып, осындай таза кастрюлемізге салатын боламыз. Бұл чимчимді дайындау үшін бізге бір корейский капуста қажет болады. Одан соң әрбір 1 литрға 100 грамм тұз кетеді. Мінекей осылай чимчимнің құрамын дайындап алдым, яғни капустамызды кесіп, одан соң жаңа жылы суымызды құйдым. Түбінде қалып кеткен суды тағы да қасықпен араластырып, суға ертіп, оны да құямыз. Менде барлық судың мөлшері 5 литр, яғни 500 грамм тұз, 5 литр жылы су керек болды. Осының барлығын кастрюлемізге құятын боламыз. Мінекей ең соңғы литрімізді құйдым. Енді үстін тарелкамен басып, крышкасын жауып, 3 күнге жылы жерде сақтаймыз. Сонда тұзымыз, суымыз осы корейский капустаға сіңіп жұмсарады. 3 күн тұрған капустамызды осылай салқын суымызға жақсылап кір-шайғандай етіп жуып аламыз. Одан соң кастрюлемізге жақсылап суынан сырқып салып шығамыз. Чимчимге кез келген ащы түрін пайдалансаңыз болады, аджиганды қолдансаңыз болады. Мен осындай құрамы 3 ағзадан тұратын, яғни ащы бұрыш, қызыл болгарский және де тұз қосылған канкочи деп аталатын ащы бұрыш дайындаған болатынмын. Оның рецепті YouTube каналымда бар. Рецептін описание бөліміне қалдырып кетемін. Яғни сол дайындалған ащы бұрыш канкочиді осы чимчимнің арасынан жақсылап қолымызбен жағып шығамыз. Өздеріңіз видеода анық көріп тұрсыздар деп ойлаймын. Одан соң кастрюлемізде қалған түбіндегі суды дайындалған чимчимнің үстіне құйып, осылай турап жіберсеңіздер болады. Дайындалған чимчимді міндетті түрде салқын жерде, тоңазытқышта сақтайсыздар. Бізге ас болсын, сізде міндетті түрде мен ұсынған рецептпен чимчимді дайындап көріңіз. Достар, менің YouTube каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің, және де түскі асқа, кешкі асқа, ерекше тағамдардың рецепттері бар. Фастфуд орталығында сатылатын лаваш, донер және де бургердің де рецепттері бар. Мені жоғалтып алмас үшін YouTube каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Достар, егер де сіздерге видео пайдалы болып ұнаған болса, лайк басып, өз пікіріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіз.